Жай мұғалім хабарлайды, жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, ұлы мұғалім шабыттандырады. Уильям Уорд. Мұғалім деген ат қасиетті ат. Мұғалім аты таза еңбекті сүйетін мамандық иесі деген мағынаны білдіреді. Елдің надандығымен алысатын адам да мұғалім. Сәбит Мұханов. Мұғалім өз ісіне деген сүйіспеншілікті оқушыға деген сүйіспеншілікпен ұштастырғанда ғана мұғалім болмақ. Лев Толстой. Өзінің ұстазының асып түсуге талпынбаған шәкірт бейшара. Леонардо да Винчи. Жақсы мұғалімдер жақсы оқушыларды жасайды. Остроградский. Басқаларды үйрете отырып, өзіміз де үйренеміз. Сенека. Ана сүтін дене үшін табиғат әзірлейді, рухы үшін мұғалім әзірлейді. Лихтенберг. Шәкірт болып көрмеген, ұстаз болып жартпас. Боэци. Мұғалім зор тұлға, ол күннің құдіретті сәулесі сияқты. Ушинский. Ұстазға үйреткеннен бұйрық беру әлдеқайда жеңіл. Лок. Мұғалімнің бүкіл мақтанышы шәкірттерінде, өзі шашқан ұрықтарының өсіп өнуінде. Менделеев. Халық нағыз ұстаз, халық даналығы. Ілім үйреніп, одан соң оны басқаларға үйретпеу, мол дүние жиып, оны керегіне жаратпай көміп қойғанмен бірдей. Мұхаммед пайғамбар. Мектептің жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп те сондай болмақшы. Ахмет Байтұрсынов. Мұғалімдік мамандық бұл адамтану. Адамның күрделі және қызықты шым-шытырығы мол рухани жан дүниесіне үңіле білу. Сухомлинский. Мұғалімнің ұдайы жақсы оқитын балаларға ғана сүйсініп, ылғи соларды ғана оқытуы дұрыс емес. Әуезов. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақылдығы. Қайырбеков. Ұстаз ұлтты құтқарар ең ұлы тұлғалар. Ататүрік. Ұстаз емес, өз шәкірт үшін күймесе, шәкірт емес, өз ұстазын сүймесе. Аймауытов. Мұғалім ісі сырттай қарапайым болғанымен, тарихтағы ең үлкен істің бірі. Ушинский. Ұстаздық ету уақыт ұту емес, өзгенің бақытын аялау, өзінің уақытын аямау, бірақ бұған өкінбеу керек. Қабдолов. Үздік ұстаз ғибратты үлгі. Франклин. Тәрбиесі жаманға жақсы ұстаздан пайда жоқ. Сараи. Ұстаз жарасылысынан өзіне айтылғанның бәрін түсінген, көрген, естіген, аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын адам. Әл-Фараби. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Абай. Уақыт ағымынан үйренбегенді ешқандай ұстаз үйрете алмайды. Рудаки.
Алты алаштың абласы бас қосқанда қадірлі ұрын мұғалімдікі. Жұмабаев. Егер мұғалім өн бойына, өз ісіне, шәкіртіне деген сүйіспеншілікті жинақтаса, ол нағыз ұстаз. Толстой. Ұстаздық ұлық емес, ұлы қызмет. Момышұлы. Шәкірті жоқ ұстаз, мұлқа ұстаз. Жақаев. Адамның адамгершілігі жақсы ұстаздан болады. Абай. Оқушы жастардың ең сенімді, сыр жасырмай ашық айтатын адамы мұғалім. Мүсіреп.